Так, мынау енді бином деген мектеп. Иә? Точно? Бұл Еркежанның биылғы арманы негізі. Биылғы арманы осы мектепте оқу. Дамирдің арманы ең күшті мектепте оқыту. Алла қаласа. Прям үлкен мектеп екен. Прям деген от души үлкен мектеп екен. Сымыңды армандап кір балам. Қандай көңіл күйде тұрсың? Ана жерге десең өтемейсің. Олардың несі бар? Үлкен осындай мектепте вообще орын жоқ дейді. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 4 филиалы бар. Бәрінде орын жоқ уже дейді. Қандай мектепке барсақ екен деп ойланып отырмыз. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша жақсы мектептер, білім сапасынан мықты мектептер білсеңіздер, маған жазыңыздаршы. Жаңа Ұлағат деген мектеп жылына 1,5 миллион екен. Орын бар екен, бірақ маған онша ұнамады. Ал биномға набор апрель айында болып қойыпты. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 4 мектеп бар екен биномның. Бірақ олардың бәрі уже толып қойыпты. Запасной ретінде 147 адам болып жазылып кеттік. Ол енді арман орындала ма, орындалмай ма, белгісіз. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша платный мектеп, ең білім сапасынан прям күшті жақсы мектеп білсеңіздер, маған жазыңыздаршы, пожалуйста. Биыл бізге 5-ші сынып. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша платный мектеп, ең білім сапасынан прям күшті жақсы мектеп білсеңіздер, маған жазыңыздаршы, пожалуйста. Биыл бізге 5-ші сынып. Қазақпыз ғой, біз тақалған кезде қимылдаймыз. Негізі өсіп келатқан балапандарға алдын ала қамдану керек екен. Айшаға енді алдын ала Құдай қаласа жүгіру керек бізге.